Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді әрі тез дайындалатын манник пирогын дайындайтын боламын. Жалпы манникті жұмыртқамен де жұмыртқасыз жасауға болады. Мен бүгін жұмыртқасыз жасалатын рецептімен бөлісетін боламын. Кейде алғаш пирог дайындап үйреніп жүрген кезде сырты пісіп, ортасы піспей қалып жататын кездер болады ғой. Ал осы манник пирогын қорықпай дайындай берсеңіз болады, өйткені алғаш жасағаннан сәтті шығатын пирог. Олай болса, пирог дайындауға кірісейік. Ең алдымен ыдысымызға 400 мл айранды құямыз. Кез келген айран жарай береді. Одан кейін 320 грамм манная крупа қосамыз. Бізге миксер, блендер еш нәрсе қажет емес, қасықпен араластыра береміз. Осы қоспаны араластырып болғаннан кейін 10 минутқа міндетті түрде қойып қою керек. Бізде 10 минут уақыт өтті. Енді 200 мл сұйық май және 360 грамм қант қосамыз. Сұйық майды көп деп ойламаңыздар, ешқандай да дәмі шықпайды, әдемі дәмді болып шығады. Осылай араластырып аламыз. Енді 260 грамм ұн қосамыз, електен өткізілген ұнымыз, және 10 грамм разрыхитель, қопсытқыш, одан кейін ванилин қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осы уақытта бізде пеш қызып тұру керек, 180 градуста қыздырып қойсаңыз болады. Формаға пергамент қағазын төсеп алдым. Енді массаны формаға құятын боламыз. Осылай бетін тегістеп, 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз. 35-40 минутта пісіп шығады. Бізде пирог дайын болды. Осылай беті жылтырап, әдемі болып пісіп шықты. Енді сәндік үшін бетіне қант ұнтағын себетін боламыз. Пирогты сіздерге кесіп көрсетейін. Ортасы піскен, өте дәмді. Жасап көрсеңіздер болады. Еш өкінбейсіздер. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Мені қолдап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.